Андагы бүлдүргөнү апарып төк ана челектени. Çöpkö geldik. Çöpkö kesim. Бүлдүргөн деген çöpten көп қой. Басуға аяйсың деген сияқты ғой. Әкеміз екен қолтартпамен шапқан біздің шабындық кәлім деп аталады. Осы кәлімде қайын әкеміз от жағады, ет асады. Мына жақтан шөпшілерден, болмаса машылардан үркіген еліктер топыр-топыр мына жаққа қарай қашады. Жалпы ана тоғайдың ішінде көк бояу қарақат төсеп, керемет. Сосын жаңа мына жерде қазір енді техникаға байланысты айтып жатқаным ғой. Қанша апта бойы осы жерде чабамыз, жинаймыз, үйеміз, ауылдан шана келеді, ат чана. Ат чана деп тұрмын, трактордың шанасы болады. Соған үйеміз, айғай, шу, топан су деген. Оны әкетеміз, техника тауып, жалынып, жалбарынып. Қазір ана әкеміздің інісі Дархан деген. Таңертең бір 11-лер шамасында келді, енді түс ауа. Кешкі сағат 7-ге чауып, міне және осы жерде. Біз керісінше жидек теріп, енді шөптер теріп, бұрын теріп жүрміз деймін.